Тері тесікшелері жабылып инфекцияланса, теріде безеулер қаптап кетеді. Олар қышып, ауырып, тіпті жарылуы да мүмкін. Безеулер көбіне маңдай, иек, мұрын, арқа, иықта шығады. Бұл жерлерде май бездері көптеп шоғырланған. Безеулер жастардың жыныстық жетілуі кезінде жиі кездеседі. Дұрыс тамақтанбау, күнделікті өмірде алатын стресстер де безеудің пайда болуына әсерін тигізеді. Теріге күтім жасамай, оны күнделікті ұйықтар алдында тазалап отырмасаңыз, безеудің пайда болуына жағдай туғызасыз. Басты ереже: безеуді сығуға болмайды. Мұны тек стерилденген, құрал жабдығы бар арнайы дәрігер ғана тазалап емдей алады. Әйтпесе онсыз да қабынып тұрған теріңізге тағы қосымша инфекция кіргізесіз. Безеумен күресуде 1-2% салицил қышқылы ерітіндісі жақсы көмектеседі. Ол теріні кептіреді және микробқа қарсы әсері бар. Бұл ерітіндімен бетіңізді күніне 1-2 рет тазалап тұрыңыз. Безеуден арылудың түймедақ тұнбасы да жақсы әсер етеді. Күніне 5-6 рет бетіңізге түймедақ компрессорын жасаңыз. Алоэның шырыны да безеуге ие. Кәдімгі үйіңізде өсіп тұрған алоэның бір сабағын үзіп алыңыз да, оның шырынын безеуге жағыңыз. Кептірілген қырмызы гүлінің жапырақтарының бір ас қасығын жарты литр қайнаған сумен араластыра отырып 30 минут бойы тұнып тұрсын. Суыған соң жапырағын сүзіп алып, осы тұнбамен күніне 3 рет безеудің үстінен тазалап сүртіңіз. Лимонның жаңа кесілген бір дөңгелегін безеудің үстіне 10 минутқа қойыңыз. Тәулігіне 1-ақ рет жасаңыз. Ас содасын сумен тең мөлшерде араластырып безеуге жағыңыз. Күніне 1 рет 1 минутқа ғана істеңіз. Көк шайдың компрессоры де беттің қызаруын басады. Ол үшін марляны көк шайға малып, бетке бірнеше минутқа қойыңыз. Дұрыс тамақтанбау да безеуге әкеп соғады. Сондықтан тәтті, тұзды және ащы тағамнан аулақ болыңыз. Бұл тағамның бәрі май бездерінің қызметін күшейтеді. Көбірек көкөніс, жеміс-жидек жеп, айран, йогурт, сүт ішіңіз. Безеу ас қорыту жұмысының бұзылғанының көрінісі. Соның себепті диета ұстап, таза су ішіңіз. Достар, егер осы пайдалы ақпаратым сіздерге ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз.